Бүгін әуелі Алла, одан кейін сіздердің тілектеріңіздің арқасында дәл осы ғимаратқа қоныстанайын деп тұрмыз. Көптен бері іздеп, шулатып жүріп тапқан ғимаратымыз осы. Көңілімізге қонымды, жайлы болып тұр. Мынау енді біз қазақ дүкеннің қасынан дүкен ашатын қазақпыз ғой негізі. Бізде жалпы Шымкент қаласында гүл алатын болсақ, біз акацияға барамыз. Телефон сататын болсақ, телефон алатын болсақ, сумға, гарантқа барамыз. Ал енді автокөлік алатын болсақ, біз бірден осы Арғынбекова көшесі осында орналасқан бүкіл автосалондарды аралап шығамыз. Сол себепті мына Арғынбекова көшесінің бойында 20-дан астам автосалон бар екен. Соның бірі болып, дәл осы Арғынбекова көшесінің бойында жайғасып жатырмыз. Құттықтап қойсаңыздар болады, бұйырса шашуларыңызды алып келіңіздер, ашылуытта дүркіретіп жасаймыз әуелі Алла. Ендігі мәселе дәл осы ғимаратымыздың маңдайшасына автосалонның атын қоюымыз қажет. Бізде де варианттар бар енді, көп. Ананы көріп жатыр, мынаны көріп жатыр, бірақ әйтеуір ел болып, жұрт болып қойсақ па деген ниетіміз бар. Осы посттың астына өздеріңіздің ұсыныстарыңызды жазыңыздар. Иә, сіздердің де может қойған аттарыңыз халық қойды деп, кеменің атын қалай қоясың, солай жүзеді дейді. Сондықтан да жақсы ойларыңыз болса жаза кетіңіздер. Өзімізге ұнаған атты біз таңдап, сол кісіге ақшалай сыйлығым бар өзімнің. Одан бөлек біздің ғимаратымыз 2 қабатта. Бұл енді автосалон болғаннан кейін екінші қабатына біз көлікті қалай шығарамыз деген сұрақ болып тұр. Вариант болса оны да жазыңыздар. Барша құттықтап жатқандарға үлкен алғыс айтамыз.